Саулыққа пайдалы, бірақ жиі қате түсінілетін өнім туралы сөйлескім келеді. Бұл нағыз алма сірке суы. Оның ағзаға берер пайдасы көпшілік ойлағаннан әлдеқайда терең. Оның ең маңызды әсері ішектегі пайдалы микроорганизмдерге қолайлы орта қалыптастыруында. Кейбір бактериялар қолайсыз жағдайда өліп кетпей, уақытша ұйқыға кетеді. Ал қышқыл орта сол пайдалы бактерияларды қайта белсендіруге көмектеседі. Пайдалы микроорганизмдер қышқыл ортада жақсы дамиды, ал көптеген зиянды микробтар ондай ортада өмір сүре алмайды. Егер біз ағзада дұрыс орта жасасақ, сол бактериялар бізді де қорғайды, иммунитетті күшейтеді, витаминдер түзуге қатысады, ас қорыту процесін жақсартады. Ал орта дұрыс болмаса, олар қайтадан ұйқыға кетеді. Сондықтан қышқылдық деңгейін реттеу ішек саулығы үшін маңызды қадам. Көп адам асқазанында қышқыл көп деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде көп жағдайда мәселе керісінше.